Армысыздар, аймақтық коммуникациялар қызметі кезекті баспасөз шарасын бастайды. Брифинг Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының қызмет қорытындыларына арналады. Коллеги, тема брифинга «Итоги деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области». Сондай-ақ спикермен таныс болыңыздар. Әскербек Халтонов, Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы. Әскербек Ибрагимұлы, қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті Қарағанды облысы тұрғындары, құрметті бұқаралық ақпарат өкілдері. Бүгінгі брифингте облыс тұрғындары және бұқаралық ақпарат өкілдерінің облысымыздың автомобиль жолдары және жолаушылар көлік саласында атқарылып жатқан жұмыстары және алға қойылған мақсаттары туралы баяндап өтуге рұқсат етіңіздер. Сегодня проинформирую вас о проводимой работе по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и пассажирских перевозок области и перспективах долгосрочного развития. Общая протяженность автомобильных дорог Карагандинской области составляет 12 441 километров. По протяженности дорог область находится на 5-м месте среди всех регионов республики. Со всех уровней бюджета выделены необходимые средства на ремонт свыше 2000 километров автомобильных дорог общего пользования. 882 километра дороги республиканского значения, 561 километр дороги областного значения. В областном центре будет отремонтировано более 60 километров дорог города. В городах и районах будут отремонтированы 610 километров дорог и улицы населенных пунктов. Основным проектом для региона является реализация транспортного коридора Центр-Юг. Стоит отметить, что из всей протяженности 1289 километров транспортного коридора Центр-Юг половина проходит по территории Карагандинской области. До конца года полностью будет завершен проект Темиртау-Караганда. Введены в эксплуатацию 48 километров северно-восточного обхода города Караганды. Также ведутся работы по реконструкции Караганда-Балхаш, Балхаш-Бурлы-Байтал. Общая протяженность 513 километров, реализуемую за счет международного займа китайского банка Эксимбанк. Что касается местной сети, общая протяженность автомобильных дорог местной сети нашей области в совокупности составляет 9656 километров. На автомобильных дорогах областного районного значения развернуты ремонтные работы на 1200 километров охватом 67 сельских населенных пунктов области. Это 19 проектов реконструкции, 4 проекта капитального ремонта, 206 проектов среднего ремонта. Для выполнения поставленных задач на текущий год на местных дорогах задействовано 720 единиц специализированной дорожно-строительной техники. На данных проектах создано более 7000 постоянных и временных рабочих мест. Елбасы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасы бойынша өткен жылдан бастап ауыл елдері мекендерін автомобиль жолдарын жақсарту мақсатында ауыл ел бесігі арнайы жобасы іске асырылуда. Бөлінген қаражат есебінен облысымыздың 7 ауданында 10 ауылды елді мекенінде 100 шақырымнан астам жол жөндеп, биыл халықтың игілігіне тапсыруға міндет қойып отырық. Сондай-ақ мемлекет басшысы тапсырмасы аясында инфрақұрылымды дамыту бойынша жұмыспен қамту жол картасы жобасы іске асырылуда. Оның аясында облысымыздың барлық өңірлерінде шамамен 300 шақырым автомобиль жолдары 120-дан астам участка жөндеуден өткізіледі. Что касается контроля качества, главной задачей при выполнении дорожно-ремонтных работ остается обеспечение качества их выполнения. Контроль качества выполняемых ремонтных работ и применение дорожно-строительных материалов осуществляется Национальным центром качества дорожных активов Карагандинской области. Основной целью деятельности данной организации является экспертиза качества выполнения ремонтных работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог, также управление дорожными активами. Также при контроле качества немаловажный фактор имеет общественный контроль нашей области. Это наши жители, партия Нур-Отан и другие госорганы. Важнейшим условием для повышения качества жизни населения, дальнейшего социально-экономического развития области является устойчивое и эффективное функционирование сферы транспорта. В нашей области общая сеть маршрутной сети области составляет 234 автобусных маршрутов, охватывающих 250 сельских населенных пунктов или 60%. На маршрутах осуществляются перевозки пассажиров 61 перевозчик с общим подвижным составом 1664 единицы. Средний срок эксплуатации автобусов области составляет 13 лет. Количество изношенных автобусов 900 единиц или 53%.
Как вы знаете, с прошлого года начата активная работа по закупу новых автобусов. В конце 2019 года перевозчиками области закуплено 105 новых автобусов на общую сумму 4,2 миллиарда тенге. С целью дальнейшего обновления общественного транспорта акимом области неоднократно были проведены встречи с руководством отечественного автопроизводителя и БРК «Лизинг». По результатам встречи между перевозчиками и АО «БРК Лизинг» достигнута договоренность по закупу новых казахстанских автобусов через механизмы льготного лизингового финансирования. Благодаря проведенной работе до конца текущего года будут закуплены еще 275 автобусов. Из них по городу Караганде 200 автобусов большой и средней вместимости, по городу Темиртау 75 автобусов средней вместимости. При этом общее количество автобусов и большинство автобусов будут закупаться для удобства наших горожан с особыми потребностями. На опыте указанных городов вопрос поэтапного обновления будет прорабатываться и другими городами нашей области. Также акиматом города Караганды с инвесторами из Республики Корея ведется работа по внедрению электронной оплаты за проезд в внутригородских маршрутах. Реализация этого проекта также положительно окажет эффект по обслуживанию пассажирских перевозок. Будет обеспечена прозрачность перевозок, контроль за соблюдением интервалов движения, увеличится налоговое поступление в бюджет. Облысымыздың көлік кешенінің негізгі құрамдас бөлігі темір жол көлігі болып табылады. Басқарма тарапынан әлеуметтік маңызы бар 9 темір жол бағыты бойынша жолаушылар тасымалы ұйымдастырылған. Ішкі маршруттардан өзге облыс аумағынан арқылы 27 транзиттік пойыз өтеді. Өздеріңізге белгілі, өткен жылдың соңында Қарағанды қаласы темір жол вокзалы қайта жаңғырту жұмыстары аяқталған болатын. Жөндеу жұмыстары барысында мүмкіндігі шектеулі жандар үшін вокзалға кіріп шығу мәселесі ерекше көңілге бөлінген. Кедергісіз қамтамасыз ету үшін вокзал ғимаратының арнайы лифттармен, жеке кассалармен, пандустармен, көтеру механизмдармен жабдықталған. Темір жолдардың үстінен конкурстық өткел салынды. Сфера гражданской авиации на территории области действует 3 аэропорта. Это в городах Караганда, Жезказган, Балхаш. Необходимо отметить, что аэропорт города Караганды стал региональной базой первого казахстанского лоукостера Flyer Arslan, что позволит существенно расширить географию полетов из нашей области в другие города. После стабилизации ситуации с пандемией коронавирусной инфекции авиакомпании дополнительно будут открыты регулярные рейсы в направлении 7 городов нашей республики. Не остается без внимания вопросы развития внутреннего туризма. В конце прошлого года завершен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта города Балхаш за счет средств республиканского бюджета. В настоящее время совместно с корпорацией «Казахмыс» разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию здания аэропорта, перрона и рулежной дорожки. Реализация данного проекта в последующем позволит обслуживать туристов на уровне международных стандартов. Келесі мәселе туристік кластерді дамыту аясында Қарқаралы және Ұлытау аудандарының шағын авиация аэродромын салуды жоспарлап отырмыз. Аталған аудандар еліміздің туристік орындарының топ 50 тізіміне енгенін атап айтқан қажет. Қазіргі уақытта техникалық, экономикалық негіздемесі әзірленуде. В завершение своего выступления хотел бы отметить, что вопросы повышения качества транспортной и инженерной инфраструктуры отражены в рамках второй пятилетки госпрограммы «Нурлы жол». Таким образом, перед нашей областью стоит задача реализовать основные инфраструктурные проекты в 4 направлениях автомобильных дорог республиканского значения. Это Караганда-Жезказган, Жезказган-Караганда, Караганда-Каркаралинск, Жезказган-Аркалык. Второй задачей пятилетки госпрограммы «Нурлы жол» до 2025 года является увеличение доли автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии нашей области и доведение данного показателя до 95%. В сфере транспорта первоочередной задачей в предстоящий период является поэтапная замена устаревшего подвижного состава на новые автобусы, тем самым обеспечить общественный транспорт обновлением на уровне 50%.
Также до 2025 года перед нами стоит задача полностью обеспечить общественный транспорт сельские населенные пункты области с численностью свыше 100 человек, охватив при этом автобусным сообщением 130 сел нашей области. Жалпы алғанда тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған көлік инфрақұрылымын дамыту бойынша қойылған міндеттерді одан әрі іске асыру шаралары жалғасатын болады. Баяндама аяқталды, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, коллеги. На этом мы переходим к формату вопрос-ответ. Первый вопрос задает Ксения Бескаравайная, газета «Курсив», цитирую. Согласно информации сайта госзакупок, на средний ремонт восточного обхода Караганды выделено 70 миллионов тенге. В чем заключается необходимость его проведения, если дорога была сдана в эксплуатацию только недавно? По восточному обходу следующая ситуация. Как вы знаете, уважаемые коллеги, восточно-северный обход города Караганды был введен в эксплуатацию в текущем году. Общая протяженность 48 километров. Теперь от Майкудука Восток-5 и Голубые пруды есть небольшой отрезок 1600 километров, 600, порядка 1,5 километра до восточного обхода. Это минуя Шахтерский поселок, Восток-5. Данная дорога является нашей областной. Необходимо там провести средний ремонт. Как вы знаете, там образовалась колея, трещины. Мы хотим этот промежуток соединить. И из Голубых прудов наше население могут выезжать на северно-восточный обход по хорошей дороге. Для этого было с областного бюджета, благодаря поддержке депутатов, выделено 70 миллионов тенге. Конкурсная процедура завершена. Данная работа буквально на следующей неделе начнется. Наша компания карагандинская, ТО ЛАР МК, будет делать данную дорогу. Спасибо большое. Следующий вопрос. В каком месяце 2020 года будет запущено движение по трассе Караганда-Балхаш? На сколько процентов сейчас сделана дорога? Какие конкретно работы выполнены? Осы сауалды 5-ші арна тілшісі Аян Алматылда жолдаған екен. Для нашей области самый главный важный проект — это Центр-Юг, как я отражал в своем докладе. От города Караганды, от областного центра до города Балхаш 363 километра. Данная дорога будет первой категории, четырехполосная. Необходимые средства с международного займа с китайского банка выделены, Эксимбанк. В данный момент ведутся работы согласно графика. Как вы знаете, в начале дорожного сезона глава правительства Аскар Узакбаевич был на данном объекте. На той неделе буквально тоже приезжал наш министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбет Бакирович докладывал о ситуации по дороге Балхаш-Караганда. Там по видам работ что сделано. Основание — это самое главное, основание в сухую погоду сделать. По основанию все слоя, кроме асфальта, уже на 85% сделано. Сегодня с рабочей поездкой приезжает наш вице-премьер страны, господин Скляр Роман Васильевич. Он именно по этому объекту приезжает и будет там встречу с подрядными организациями проводить. По асфальтам сделано покрытие на 40%. Дополнительно Женис Махмудович дано поручение, что в зимний период население по объездной не мучить, и будут бураны, будут переметы. Мы сейчас в данный момент эти объездные асфальтируем, чтобы безбарьерно зимой у нас проезд был по всей протяженности. Естественно, данный проект, согласно контракту, он должен завершиться в 2023 году, в мае месяце. Но глава правительства дали поручение, мы на следующий год, до конца года, планируем завершить данный проект. Демек 23 жылға жоспарланған, бірақ біздер ендігі жылы аяқтауға жоспарлап отырмыз. Құрылысшылар, дорожниктер сол мерзімде аяқтауға қазір күні-түні жұмыстарды атқарып жатыр. Айналма жолдарда қамтамасыз етіліп жатыр. Айналма жолдар қыста ыңғайлы болу үшін соны қамтамасыз етіп, біз сол жерден транспортты жүруге қазір сол жұмыстармен айналысып жатырмыз. Жақсы, көп рахмет. Автолюбители Караганды по Инстаграм задают такой вопрос. Когда будет завершено строительство недавно открывшегося северо-восточного обхода, именно участка разъезда путепровода в Сортировка Пришахтинск, выезд на Темиртау? К примеру, следуя по данной объездной дороге со стороны Сортировки,
для того, чтобы попасть в Пришахтинск, нужно доехать практически до Темиртау, чтобы развернуться? По данному проекту, как я выше говорил, северный восточный обход города Караганды введен в эксплуатацию. Теперь транзит, минуя город, областной центр, город Караганду, не заезжая, уезжает в направление Алматы, Нур-Султана. Мы сделали данный проект, очень важный был для Караганды, чтобы разгрузить улицы населенных пунктов, чтобы, минуя весь транспорт, порядка 22-23 тысячи единиц в сутки проезжает по этой дороге. Что касается заезда в Пришахтинск, данный проект не входит в северно-восточный обход, он входит в проект Караганда-Темиртау. Общая протяженность 15 километров. Там имеется 4 развязки, 2 путепровода. Третий, четвертый путепровод, вот именно на заезд на Пришахтинск мы уже асфальтные работы все завершили. Сейчас идет благоустроительные работы с обстановкой путей. Сейчас в данный момент проезд открыт, но где у нас высокая насыпь, согласно требованиям дорожной полиции, мы пока там приостановили. Но заезд имеется через 4-й путепровод. До конца Темиртау не надо ехать, мы уже официально ее открыли, можно проезжать, заезжая в Пришахтинск и минуя дальше в Темиртау. Келесі сауал. Аян Алматылы 5-ші арнаның тілшісі. Қарағанды Қарқаралы арасындағы жолдың жайы қашан жақсарады? Әсіресе Матақ ауылы маңының жолы жыл өткен сайын қиындап жатыр деген екен. Өте орынды сұрақ, бізді алаңдататын сұрақ. Қарқаралы мен Қарағанды қаласының арасы 200 шақырымды құрайды. Өздеріңіз білетіндей, Қарағайлы елді мекенінде Қазақмыс корпорациясы орналасқан. Сол жерден концентратты Матақ тупигіне тасиды біздің республикалық жолмен. Сол бұзылып тұрған, кішкене халыққа ыңғайсыздық тудырып тұрған 70 шақырым, оны қазір республиканский бюджетпен бірлесіп, келесі жылы орташа жөндеуге біз кірісейін деп жатырық. Биыл Петровка мен Ботақараның ортасын бітірдік, 11 шақырым. Әрі қарай Шешен-Қараның маңында, Бесобаның маңында 8 шақырымды орташа жөндеуден өткізіп жатырық. Айта кететіндей, Қарқаралық Қарағанды жолы екінші 5 жылдықта нұрлы жол бағдарламасына кіріп тұр. Бұл толық екінші категориялық бүкіл стандарттарға келетіндей ғып, Шығыс Қазақстан облысына шығатындай ғып, Қарағандыдан 303 шақырымды біз толық реконструкция жасап, сол халықтың игілігіне береміз ба деген ойымыз бар. Министрліктің бұл 25 жылға дейінгі бағдарламасына кіріп отыр. Рахмет. Аягөз Тұрсынбай, Сарыарқа телеарнасы. Сіз өз баяндамаңызды қоғамдық көліктің мүгедек жандар үшін қолжетімдігі туралы қысқаша атап өткен екенсіз. Осы санаттағы азаматтар үшін жолаушылар көлігі саласында атқарылып жатқан басқа да шараларға толығырақ тоқтала кетсеңіз. Похожий вопрос задала и корреспондент телеканала Хабар-24 Марина Золотарева. Да, как вы знаете, уважаемые жители нашей области, в Карагандинской области имеется 67 тысяч людей с ограниченными возможностями, из них порядка 1500 колясочников. Нами проводятся следующие меры. Как вы знаете, в прошлом году я в своем докладе выступление отразил, провели мы реконструкцию железнодорожного вокзала города Караганды. Там для удобства, для данных категорий людей установлены лифты, механизмы для подъема, отдельные кассы, пандусы. В других зданиях автовокзала, ЖД вокзала имеются пандусы. В случае реконструкции данных объектов ЖД автовокзал мы в первую очередь будем на эти моменты акцентировать, как поручение дал Женис Махмудович, аким нашей области. Что касается доступа для общественного транспорта, как вы знаете, в прошлом году 75 автобусов мы закупили, из них больше половины низкопольные, с отдельными трапами, и имеются кнопки вызова кондукторов. Теперь в этом году мы закупаем 275 автобусов по поручению Жениса Махмудовича. Больше 80% будут удобные для людей с ограниченными возможностями. Также по нашей области имеется 10 организаций инватакси для удобства для данных категорий граждан. В последующем, при закупе общественного транспорта других зданий, мы в первую очередь будем учитывать эти моменты, чтобы было удобство для категорий с ограниченными возможностями, доступ для зданий и вокзалов, и для общественного транспорта.
Спасибо. Қазақша Айтып өтсеңіз де болады. Бұл Қарағанды облысында 67 мыңнан артық біздің мүгедек жандарымыз бар. Оның 1,5 мыңы коляскамен қозғалыс жасайды. Өздеріңізге белгілі, өткен жылы Қарағанды қаласының вокзалын реконструкция жасағанбыз. Бірінші очередь облыс басшысының тапсырмасы бойынша сол стандарттарға, сол азаматтарға кіріп шығуға, кассаларға, пойыздарға доступқа, сол моменттер, лифтлер, басқа да көтерме құралдары, конкурстық эскалаторлар сол жандарға қарастырылған болатын. Одан кейін өткен жылы 75 автобус алғанбыз, оның жартысынан көбіне сол жандардың автобусқа кіріп шығуына ыңғайлы қылып, траптары, кнопкалары бар, ішінде коляскаларға орындары бар. Биылғы 275 автобус алып жатырық. Соған байланысты ол жерде де жартысынан көбі сол мүгедек жандарға кіріп шығуына қолайлығы қылып, біз автобустарды алайын деп жатырық. Алда да облыс бойынша ол жұмыс жүргізіледі, біз ол міндетіміз. Көп рахмет. Жители села Тогуз-Кудук написали сообщение. Нам в прошлом году сделали долгожданный ремонт дороги, но, к сожалению, уже сейчас некоторые участки дорог разбили большегрузы. Мы с жителями выходили и даже закрывали дорогу, чтобы они не ездили. Что можете сказать по этому поводу? Данная дорога Караганда-Доскей, Тогуз-Кудук, Бутакара, областная, общая протяженность 54 километров. В прошлом году, благодаря поддержке областного республиканского бюджета, мы средним ремонтом отремонтировали 33 километра. В этом году оставшиеся 21 километр, также выделены средства, мы полностью от Караганды до Бутакары 54 километра средним ремонтом отремонтируем. Населенный пункт Тогуз-Кудук с прошлого года этот вопрос поднимает. Конечно, люди правильный вопрос поднимают. Эти дороги люди ждали годами, 20-25 лет. Теперь на данном населенном пункте Тогуз-Кудук рядом находится месторождение Сат-Кумыр и Кузнецк. Мы с акиматом Бухаржавского района подписали меморандум с данными организациями о соблюдении транспортного законодательства нагрузки на ось. Но сейчас подготовка к зиме, к отопительному сезону идет, завершается урожай, начинается урожайная кампания. Мы там поставим пост. С Женисом Махмудовичем неоднократно были проведены совещания по вопросам нагрузки на ось. Также с областного бюджета выделено 70 миллионов тенге. Мы закупаем еще 2 машины передвижные для транспортной инспекции. У нас по области имелась 1 единица, сейчас будет до конца года 3 единицы. На следующий год по возможности бюджета еще рассмотрим. На данном участке уже неоднократно выезжали с дорожной полицией, с транспортной инспекцией, с акиматом района. 33 факта зарегистрировано, порядка 2-3 миллионов тенге штрафа. На этом направлении будем работать. Есть вопросы по данной категории транспорта. Будем заниматься. Жақсы, Инстаграм желісіне тағы да бір сауал келіп түсіп отыр. Теміртау қаласы автобустарының жағдайы қазір едәуір жақсарған екен, бірақ автобус интервалын өзгертуге мүмкіндік бар ма дейді. Таңертең кешкілік уақыттарда қоғамдық көлікпен жүру қиындық тудырады. Сұрақ түсінікті, жаңа баяндамамда айтып өткендей, біз Теміртау қаласына осы жылдың аяғына дейін 75 жаңа автобус алуды қолға алып отырық. Қазір қағаздардың бәрі БРК лизингпен шарттарының бәрі қол қойылып, автобустар Сарыарка автопроммен жиналып жатыр. Биылға 10 пазик автобусын алып, қала көлік деген мекеме Теміртау қаласында жүріп жатыр. Теміртау қаласында барлығы 156 автобус бар. Енді оның биыл 75 жартысын жаңартсақ, келесі жылы бітіреміз. Автобустарды жаңартуды. Енді интервал бойынша ол бүкіл қала, бүкіл мемлекеттерде көтерілетін сұрақ. Біздің халық таңертең ерте жұмысқа бару керек, кешке бір мезгілде барлығы қайту керек. Енді біз қазір қала әкімдерімен бірлесіп қарастырып жатырық. Мысалы үшін студенттер оқуда, мектепте оқитын оқушыларды ертерек 8-ден бастасақ, мемлекеттік қызметте басқа жұмыскерлерді 9-ға ауыстырсақ, сонда кішкене халықтың жүріп тұруы ыңғайлы болады интервал жаны. Автобустың интервалдарын көбейту, ол мекемеге қаржы жағынан қиын шаруа.
Мысалы үшін 5-10 минут интервал бар, оны ол кісілер сол интервалмен жүру керек. Келесі сауал Ерік Нарынға тиесілі Сарыарқа телеарнасы. Қазіргі таңда коронавирустық пандемия кезінде халықты мазалап отырған сұрақтардың бірі ол жолаушылар көлігі қозғалысының шектелуі және жүріп тұрған қоғамдық көліктерде санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздіктің сақталу мәселесі болып тұр. Осы жайында мағлұмат беріп кетсеңіз. Өздеріңізге белгілі осы жылы бұл індет бүкіл халыққа емес, транспорт, жол саласына да зияны тиіп жатыр, өздеріңіз білетіндей. 16 наурызда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының үкімімен чрезвычайное положение жарияланған, төтенше жағдайлар жарияланған болатын. Өздеріңіз білесіздер, 20 наурыздан бастап Қарағанды облысында барлық көліктер тоқталды. Сол үкімге сай авиация бойынша, ЖД көлік транспорты бойынша барлығы тоқтаған болатын. Одан кейінгі халықтың жүріп тұру қиынға соқты, бірақ оған қарамастан карантин тоқтағаннан кейін біз қаланың ішкі көліктерін жүргіздік. Бірақ облыстың ішкі маршруттары, мысалы үшін Қарқаралы, Жезқазған, басқа да Ұлытау аудандарының автобустары, пойыздары әзірге тоқтап тұр 5 шілдеден бастап. Бірақ кеше үкіметтік отырыста көтерілді бұл сұрақ. 1 қыркүйектен бастап ішкі маршруттарды жүргіземіз бе деген ойымыз бар. Енді санитарлық жағына келетін болсақ, оның ішкі автобустың тазалығын, жаңағы әр рейсті барып келгеннен кейін санитарлық жұмыстарын жүргізуге мекемелер кірісіп жатыр. Бірақ енді жаңағы өзіңіз көтергендей халықтың таңертең кешке уақытысында халықтың маска, перчаткеге кимей кіру себептері бар. Ол үшін мобильдік топтар құрылған. Сол мобильдік топтар қазір автопарктармен, халықтармен жұмыс істеп жатыр. Осы брифингті пайдаланып, Қарағанды облысының халқын өздерінің денсаулықтары үшін, өздерінің нелері үшін маска, басқа да санитарлық нормаларды сақтауға шақырам. Көп рахмет, құрметті әріптестер. Біздің эфирлік уақытымыз тамамдалып келеді. Біз әріптестерімізден тағы да қосымша 5 минут уақыт алсақ па деп отырмыз. Мүмкіндік болып жатса, сауалдар өте көп және өзекті. Осы мәселе бойынша құрметті спикер мырза барынша қысқа жауап беруге тырыссаңыз, өйткені сауалдардың барлығына жауап беруге мүдделі болып отырмыз. Келесі сұрақ. Жители Осакаровского района обратились по Инстаграм, цитирую сообщение, когда будут ремонтировать дорогу от старого поста ГАИ в Осакаровке до выезда на новую трассу, нам, водителям грузового транспорта, только там можно ехать, а дорога там разбитая. Вопрос понятен. В Осакаровском районе несколько лет поднимает данный вопрос. 2 года назад мы центральную улицу порядка 3 километров средним ремонтом отремонтировали. Население поднимали вопрос по пешеходным переходам. Мы поставили 2 пешеходных перехода возле школ и возле центральной улицы, где население переходит. Теперь по Осакаровскому районному центру один вопрос остался. Это объездная Осакаровки. Общая протяженность 2,5-2,4 километра. В данный момент нами конкурс проведен. Необходимые средства, необходимо порядка 100 миллионов тенге. На данный момент 30 миллионов выделено. Мы сейчас в течение недели, 10 дней работу начнем. Там небольшой участок, 2,5 километра. Мы планируем до конца года закончить и дать проезд для грузового транспорта. Спасибо. И в последующем передать эту дорогу поселку Осакаровка, чтобы они сами обслуживали и содержали. Спасибо. Айдын Тонтайтегінің сұрағы жалпы қысқа дайындық қалай? Бұл қазіргі өзекті мәселелерін біліп болып тұр. Енді шамалы уақытта өздеріңіз білесіздер, қыс келе жатыр. Биылға жол көліктегі мердігерлердің бәрі дайындық жүргізіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, Қарағанды облысының барлық аудандары мен қалаларының әкімдері осы сұрақпен айналысып жатыр. Қарағанды облысы бойынша 900-дей жол тазалау техникасы бар.
қажетті қаражат бөлінген. Техника жеткілікті ғой? Техника норма бойынша жеткілікті, бірақ халықтың бұл сұрақты көтеретіні, мысалы үшін таңертең қар жауып боран болса, біздің Қарағанды облысында 12.400 шақырым бір мезетте барлығы жолды тазалағысы келеді. Енді ол ешқай мемлекетте мүмкіндік шектеулі. Сол себепті біз орталық көшелерді, общественный транспорт жүретін, автобустар тұратын көшелерді бірінші тазалаймыз. Одан кейін СНИП бойынша 3 күн, 4 күнде біз тазалауымыз керек орталық көшелерді. Енді оған біз жұмыс жасап жатырық. Керекті жанармай, техника, басқа да құжаттары бәрі дайын. Бұл қысқа дайындық бар. Жақсы, рахмет. Жезқазған өңірінің тұрғындары хабарласып жатыр. Жалпы Қызылорда, Жезқазған Арқалық, Жезқазған Қарағанды бағытындағы автомобиль жолдарының жағдайын сұраған екен. Бұл сұрақты Жезқазған, Ұлытау, Сатпаев, басқа да өңірлер осы жолмен жүретін халық көтеріп отыр. Бұл сұрақтың бір жаңалығы жақсы бізге несі осы Нұрлы жол бағдарламасының екінші 25 жылға дейін Нұрлы жол бағдарламасы бекітілген, сол жолдар кіріп отыр. Қызылорда мен Жезқазғанның ортасындағы 208 шақырым біздің қазір проекті сметалық құжаты дайындалып жатыр. Келесі жылы бастаймыз ба деген жоспарымыз бар, республикалық бюджеттен көмек болса. Одан кейін 513 шақырым Жезқазған мен Қарағандының ортасы да проектіге келесі жылы кіреді. Әрі қарай бізде Қарағандыдан Павлодарға, одан кейін Қарқаралыға, Жезқазғаннан әрі Арқалыққа ол жолдардың бәрі Нұрлы жол бағдарламасына кіріп отыр, екінші 5 жылдыққа. Оны жасаймыз ба деген жоспарымыз бар, оны министрлікпен бірге жұмыс істейміз. Көп рахмет. Вопрос от населения. 2 вопроса. Центральная улица Магнитогорская в Майкудуке создает неудобства с проездом. Когда планируете завершить ремонтные работы? И второй вопрос сразу. В социальных сетях часто публикуется вопрос по участку автодороги между Шаханом и Шахтинск. Что вы можете сказать по этому поводу? Вопросы понятны, мы ежедневно занимаемся. Что касается капитального ремонта Магнитогорская, Карла Маркса, общая протяженность 11 километров. Проектная сумма данного проекта 8,8 миллиардов тенге. На этот год порядка 5 миллиардов выделено. Работы ведутся с чуть отставанием с графика. В данный момент подрядная организация работает во главе с акиматом города Караганды. На этот год мы планируем с Нижнего Майкудука до маяка дойти. Сейчас асфальтные работы ведутся. И проект завершится в следующем году, до конца года, в 2021 году. Спасибо большое. Что касается Шахан-Шахтинск, общая протяженность 19 километров данной дороги. В прошлом году мы от города Сарань до Шахана капитальным ремонтом отремонтировали. Там осталось небольшой участок, 2 километра. В этом году мы продолжаем. 2 моста капитальным ремонтом отремонтируем, чтобы во время паводков проезд дать. И на следующий год общая проектная стоимость 3 миллиарда тенге, 19 километров капитального ремонта. На следующий год порядка миллиард тенге надо, необходимо. Мы бюджетную заявку подали в министерство. В случае поддержки мы на следующий год данную дорогу завершим. Спасибо. У нас 2 минуты эфирного времени. Можно вкратце? Журналист Жаңабек Нар 3 мәселе қозғаған екен. Жолдардың жағдайы, қазіргі сапасы. Суағарлар мәселесі, комиссияға қоғам белсенділерін енгізу мәселесі және веложолақтар мәселесі. Қысқаша 2 ауыз сөзбен. Бұл сұрақтардың бәрі күнделікті біздің күн тәртібімізде. Бірінші сұрақ велодорожка бойынша өздеріңіз білесіздер. Қаладағы Қарағанды қаласы, Қарағанды орталығында қазір парктер салғанда сол велодорожкаларға қатты көңіл бөліп жатырық. Енді облыстың орталығын істегеннен кейін басқа қалаларға жайлап ауысамыз. Екінші сұрақ суағарлар, енді ол өте күрделі сұрақ. Біздің Қарағанды облысы емес, басқа облыстарда. Қазір сол суағарларды реконструкция, капитальный ремонт, орташа жөндеудің ыңғайлы жерлерінде біз ол суағарларды салып, жаңағы общий сетке қосып, ол жұмыстарды жүргізіп жатырық. Ендігі үшінші мәселе бізде жолдардың сапасы. Жолдардың сапасы бойынша өзіңіз менің баяндамамда айтып кеткенде Национальный центр качества мекемесі бар Қарағанды облысының. Енді қоғамдық кеңес мүшелері кіреді. Одан кейін бәріп облысымыздың белсенді азаматтары, Нұр Отан партиясы ол контрольда бар. Өздеріңіз
біздің бақылауға бақылауға алуға болады. Біз ол азаматтарды қосуға дайынбыз. Көп рахмет. Құрметті әріптестер, осымен аталған ақпараттық шараны аяқтаймыз. Қатысқандарыңыз үшін рахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.